Әсем де әдемі сұлу табиғат, құшағы гүлге оранып, көркем де сұлу тіршілік көздің жауын алады. Ару даланың әсем гүлдері қандай ғажап, әрбір гүл киелі, иелі өсімдік, сұлу жаратылыс. Сайын даланың осындай ғаламат сұлулығы Нұрхат әке мен Әсия ананың отбасына 1996 жылы 27 қыркүйекте Айдана есімді қыз баламен бірге енді десе болады. Аспаннан сәуле шашқан ай, ақылы мен адамдықтың биік шыңы даналық бірдей тоғысып, екі ер баладан соң дүниеге келген Айдана сүйіспеншілікке бөленіп өскен, еркелей де білетін есті, қылығымен назды, шаңырақтың шаттығы. Текті Назар руының дара қызы, дана қызы, Оразғали атасының атына кір келтірмей биік мәртебемен айтқызады. Нағашылары әрсі ел қорғаған Көтібар Есет Дәрбайлар, берісі Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен партизан Әбдіғали Төлегенов. Бала кезінен анадан алған өнегемен, әке берген тәрбиемен қанаттанып, көпшіл, қонақжай, үнемі күлімдеп қана жауап қатар биязы мінезді болып өсті. Мектеп қабырғасында жүргенде Айдана қатыспаған конкурс, бақ сынамаған сайыс жоқ шығар сірә. Әр іске үлкен жауапкершілікпен, тәртіпке негізделген тиянақтылықпен кіріседі. Ұстаз бен кластастарының арасында зор беделге ие бола білді. Қаладағы номері 14-ші мектепті 2013 жылы үздік аяқтап, ұбт көрсеткіші бойынша 105 балл жинап, ата-ана мен ұстаз мерейін үстем етті. Ақтөбе өңірлік университетінің грант иегері атанып, 2017 жылы қызыл дипломмен тәмамдап шықты. Әкесі ханшайымдай ғып өсірген баласының жетістігіне төбесі көкке жетердей қуанады. Айдана таэквондо спорт түрінен бірнеше дүркін жеңімпаз боп танылып, әке мен ана қуанышын еселеді. Анасы қашанда қыз баланың жанынан табылып, қос ағасы Дамир мен Данияр қорғаны, жеңгелері сырласы болды. Бүгін міне алақанда аялап, еркелетіп өсірген Айдана туған үйінен өз үйіне ұзатылғалы отыр. Қызым менің, ең әдемі әлемім, бұл дүниеге сыйым менің сәлемім. Қызым менің, мына ғажап ғаламға әр береді, сән береді деп сенемін. Қызым менің, қуанышты шалқытқан, біздің үйден әтіресін аңқытқан. Қызым менің, мөлдір көлдей тұнығым, ақ дидарың алауласын бақыттан. Көңілімде бір өзіңнен көктеп жатыр алуан гүл. Қызым менің, қызғалдағым тіл көздерден аман жүр. Сен келгенде мына дүние шабыттанып шарқырап, көктің өзі секілді ғой төгіп тұрған саған нұр. Не тілейді ата-ана балаға, айдыныңа келіп қонсын бақыт атты шағала. Қандырып ем уызына мейірімнің, қолдасыншы сені Алла тағала. Бақтың баянды болсын, Айдана ботам.